Сәлем достар, біз бүгін сочный тауық етін дайындаймыз. Ол үшін бізге тауықтың аяқтары, картоп, сәбіз, баклажан және пияз қажет. Ол үшін бізге кетчуп және майонез, содан кейін соя қажет. Және осы тауық етіне арналған арнайы приправа, яғни дәмдеуіш, содан кейін қара бұрыш және татымына қарай бізге мөлшермен тұз қажет болады. Ең бірінші үлкен табамызды дайындап аламыз және оған видеодағы көрсетілгендей етіп майонезімізді саламыз, келесі кетчупты саламыз. Одан кейін кішкене соя тұздығынан қоямыз. Соя біздің тауық етінің жұмсақ әрі дәмді болып, дәмінің ерекше болып тұруына көмегін күшті береді. Одан кейін қара бұрыш саламыз. Одан кейін осы тауық еті қосылған дәмдеуішті қосамыз. Және дәмдеуішімізді қосып, жақсылап татымына қарай араластырамыз. Тұзды саламыз. Жақсылап соусымызды араластырамыз. Осылай соусымызға тауық еттерін салып, жақсылап араластырып, 1 сағатқа мариновка жасап қоямыз. Енді біздің тауық етіміз дәмді болып шығу үшін түрлі көкөністер қосуға болады. Мен картоп қостым және сәбіз, болгарский және пияз қостым. Осылай сәнді етіп, тауық жаңағы картоптар турап алуға болады. Сәбіздерді тураймыз. Келесі баклажанымызды тураймыз. Және осылай видеода тура көрсетілгендей пиязымызды турап аламыз. Және жаңа дайындалған тауық етіне үстіне барлық көкөністерімізді салып, тағы да кішкене майонез бен кетчуп, дәмдеуіш пен тұз қосып жіберіп, бәрін жақсылап араластырамыз. Арнайы пеште пісіретін болғандықтан, осы паклан деген қағаз өте жақсы, соны дайындаймыз кесіп. Көкөніс пен тауық етін саламыз және осы уақытта 10-15 минут пешті қыздырып қою қажет. Бәрін салып, 1 сағатқа 180 градуста пешке саламыз. Осылай дәмді тауықтарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды, лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.